Мотоциклдың дауысы бола ма, әлде дыбысы бола ма? Осы сұрақты ойланып көрдіңіз бе? Ойланбасаңыз, онда экран алдынан алыстамаңыз. Бұл сұрақтың жауабын бірге тауып көреміз. Бізге emlen.kz сайтына келетін сұрақтардың легі міне осындай. Мотоциклдың дауысы ма, әлде мотоциклдың дыбысы ма? Қайсысы дұрыс? Кеңістікте дауыстан бұрын дыбыстың пайда болған алға тартатын болса, ең алдымен дыбыс сөзіне тоқталып өтейік. Қазақ әдеби тілінің 15 томдық сөздігінің 5-ші томында дауыс және дыбыс сөздеріне төмендегідей анықтама берілген. Дыбыс сөзінің екі мағынасы бар. Біріншісі ауа толқыны арқылы құлаққа естілетін үн болса, екіншісі сөйлер сөзді жік-жікке бөліп тұратын элемент, сөздің ең кішкене бөлшегі. Дауыс сөзінің де сол сияқты екі мағынасы бар. Бірінші, адамның көмейден шығатын құлаққа естілетін үні. Екінші, мылтықтың атылған, мотордың оталған кезінде шығатын дыбысы. Жоғарыда келтірілген анықтамаларға сүйенетін болсақ, мотоциклдың дыбысы емес, дауысы болады екен. Сонда дұрыс нұсқасы мотоциклдың дауысы. Ал сіз қалай ойлайсыз? Өз пікіріңізді төменге жаза кетіңіз. Жаннат па, әлде жәннат па? Қалай дұрыс жазылады? Кез келген сөздің орфографиялық нормаға сай дұрыс жазылуын анықтау үшін 2013 жылы шыққан орфографиялық сөздікті басшылыққа алу қажет. Сөздікте жәннат емес, жаннат нұсқасы ұсынылған. Ауызекі тілде жіңішке ә дыбысы айтылғанмен а әрпі жазылады. Ережені естен шығармай сөздің жазылуын басшылыққа алайық. Ал сіз біздер деп жиі айтасыз ба? Онда бүгіннен бастап біз деп қолданған дұрыс болар. Өйткені біз сөзі онсыз да көптік мағынаға ие. Енді бүгінде екі нұсқада да қолданылатын, бірақ бір нұсқасы дұрыс сөздердің қатарына тоқталайық. Қыркүйек, қыркүйек. Дұрысы қыркүйек. Қонақ үй, қонақ үй. Дұрысы қонақ үй. Шекара, шекара. Дұрысы шекара. Волонтерлер, әлде волонтерлар. Дұрысы волонтерлер. Станция немесе станция. Дұрысы станция. Таңғалу, таңғалу ма? Дұрысы таңғалу. Егер сізді қызықтырған сөздердің жазылуын білгіңіз келсе, emlen.kz сайтынан табасыз.